Хижама мезгілі келді. Ол көп аурудың алдын алады және емдейді. Пайғамбарымыздан екі түрлі емделу сүннеті қалған. Бірі хижама, енді бірі қарби емдеу. Ал қазір қарби емдеуді білетін адам жоқ, бірақ хижама жасау оңай. Пайғамбарымыз анар ағашы қаулап гүл ашқан кезде хижама жасатсаңдар ең жақсы дейді. Ал қазір көктем мезгілі болып, анар ағашы гүл ашты, соған қарау керек. Осы кезде хижама жасатса, ол көптеген ауруға шипа болады және көптеген аурудың алдын алады және сүннет ретінде көптеген сауап жазылады. Әсіресе қан қысымды жоюға пайдалы. Хижама денедегі ауру, лас қандарды сыртқа шығарып, қанды тазалайды. Бірақ хижаманы пайғамбарымыз көрсеткендей істесе ғана пайда береді. Демек хижаманы от тұтандырып, әйнек ыдыспен істейді. Қазіргі сияқты сорғыш арқылы қысыммен тартып жасамайды. Егер қысыммен тартса, ол денедегі таза қанды шығарып жібереді. Ал лас қандар сыртқа шықпай қалады да пайдасы болмайды. Адамдар жердің қаны мұнайды сорып болып, енді сорғыштың қысыммен адам қанын сорып жатыр. Хижаманы бір жылда көп болса 2 рет, әйтпесе 1 рет қана жасатса болды. Сол жетеді. Одан көп болса, қан көп кетіп, денсаулық әлсірейді. Оны көктемде 1, күзде 1 жасатса болды. Қазіргілер хижаманы бизнеске айналдырып алды да, айына, аптасына, тіпті күніне жасатып тұр дейді. Бұл өте қауіпті, денсаулықты құртады. Бұндайда қан көп кетеді. Дененің қан жасауы оңай емес. 40 тістен аш жиналып, әзер бір тамшы қан жасайды. Сонымен бірге пайғамбарымыз хижаманы ақша табудың жолына айналдырудың жақсы іс емес екендігін де айтып кеткен. Хижамада тазалыққа көңіл бөлуде аса маңызды. Істеткен ыдыстар таза болуы керек. Бір адамға істетілген әйнек екінші адамға істетілмесін, жаңасын істетсін. Жұқпалы ауру тарамауы керек. Ерекше жағдай болмаса, балаға және 30 жастан төмен адамға хижама жасамайды. Хижаманы анар гүл ашқан соң, ислам хижри календары бойынша айдың 15-ші күнінен соң жасату керек. Сонымен бірге оны сәрсенбі және сенбі күні жасатпаңыз, әйтпесе өзге ауру пайда қылады. Басқа күндері жасатыңыз. Есіңізде болсын, хижама жасатудан бұрын тамақ ішпеңіз. Оны таңертең аш құрсақта жасату ең дұрыс болмақ, және хижаманы дұрыс түсінетін маманға жасатыңыз.